Армысың қандасын. Менің аты жөнім Ахметбек Нұрсила. Қазір менімен бірге прайминг жаттығуын жасайтын боламыз. Бұл жаттығу өзіңнің бейсанаңды қайта программалау жаттығуы. Прайминг деген ағылшынша бірінші деген сөзді білдіреді. Адамның бейсанасына қандай сөздер, ойлар, түсініктер бірінші болып берілсе, сол соның сеніміне, эмоциясына, болмысына айналады. Бұл жаттығу арқылы сен жасампаз күйге еніп, өмірдің әр сәтінен, сағатынан, күнінен ләззат, рахат алып үйренетін боласың. Саған барлық проблемаларыңды шешіп, денсаулығыңды нығайтатын үлкен рух бітеді. Праймингтің адам өмірін өзгертуде үлкен, керемет құрал екені ғылым арқылы және тәжірибе жүзінде дәлелденген. Тек маған қалтқысыз сенсең болды. Олай болса, кеттік. Арқамызды тік ұстап, бір қалыпты терең демалып шығарамыз. Ары қарай екі қолымызды жоғары көтергенде ішке демалып, қолымызды түсіргенде демімізді шығарамыз. Көзіміз жабық. Дәл осылай 30 рет тыныс алу жаттығуын жасаймыз. Екі қолымызды бірдей жоғары көтергенде терең демалып, қолымызды түсіргенде демімізді шығарамыз. Енді тоқтап, денемізді бос ұстап, екі қолымызды, алақанымызды жоғары қаратып, тіземізге қоямыз. Бүкіл денемізді сезінуге тырысамыз. Денеміз шымырлап, толық, тыныштық, рахат сезімге бөленуде. Көзіміз әлі жабық күйінде, біз тағы да 2 рет, 30 реттен тыныс алу жаттығуын жасайтын боламыз. Жаттығудан ләззат алуға тырыс. Қолдарыңды көтергенде жоғарыдан қуатты алып, өзіңнің ішіңе қарай тарт. Кеттік, тыныс аламыз, 30 рет жасаймыз. Қолдарыңды түсіріп,
тізеге қой, бүкіл денеңді сезін. Барлық назарың денеңде болсын. Қазіргі сәттен рахат пен ләззат сезімін сезін. Бүкіл тәніңді сезін. Енді кеттік. Үшінші, соңғы рет жасаймыз. Тыныс алу жаттығуымызды жалғастырамыз. Жаттығудан ләззат алуға тырыс. Қолыңды көтер, кеттік. Енді қолымызды тіземізге қойып, жайбарақат отырып, осы сәттен шексіз ләззат аламыз. Енді бірнеше минут бойы екі қолыңды жүрегіңе қойып, жүрегің арқылы демал. Жүрегіңнің қуаты мен күшін сезін. Барлық назарыңды тынысыңда ұста. Тәніңдегі қан жүрегіңе толып, барлық денеңе тарап жатқанын сезін. Жүрегіңді қуат пен қуанышқа, махаббатқа толтыр. Сенің жүрегің сен туғаннан бері бір секундта демалмай саған қалтқысыз қызмет етіп келе жатыр. Саған ештеме жасап керек жоқ. Сен осы жүрекпен тудың. Ол соғып тұрғанда сен өмір сүресің. Сол үшін жүрегіңе шексіз алғыс айт. Ол саған берілген кереметтей сый. Ол үшін қуанып, оны тынысыңмен толтыр. Қолдарыңды жүрегіңді ұстап тұрып, өмірдегі өзің шексіз риза болған сәттеріңді санаңмен, қиялыңмен еске түсір. Сол сәтті дәл қазір жүрегіңмен сезін. Ол өте маңызды. Не? Жай ғана бір жақсы жағдайлар болуы мүмкін. Кез келген жасыңдағы, кез келген қуанышты сәттерді дәл қазір еске түсір. Сезін. Сол сәтке кірген кезде алғыс, қуаныш сезімін қайта дәл сол кездегідей сезіне біл. Сол кезде естіген нәрселеріңді есті, сезінген нәрселеріңді сезін. Сол кездегі алғыс сезімін дәл қазір сезін. Ал енді өміріңде кездескен, өзіңе үлкен қуаныш сыйлаған екінші сәтті сезін. Сол сәтке кір, сол сәтте өзіңді сезін. Терең дем алып, сол кездегі шексіз алғыс пен қуаныш сезімдерін дәл қазір сезіне біл. Сол сәтке орал. Енді тағы да өзің шексіз риза болған, алғыс айтатын үшінші сәтті еске түсір. Бұл бір маңызды нәрселер. Болмаса сондай маңызды емес, тіпті ұсақ түйек қуаныш болуы да мүмкін. Айырмасы жоқ. Мысалы, сенің жолың болған бір жағдайлар, сәті түскен бір істер болуы мүмкін. Кәсібіңде бір жақсы нәтижелер болды ма?
денсаулығың жақсарып емделіп шыққан сәттер болар. Не бір адамдар саған жақсылық жасап қуаныш сыйлаған болар. Мүмкін жақын бір адамдарыңмен жақсы қарым-қатынас орнатып қуанған боларсың. Бір адамдармен татуласқан боларсың. Жұмысыңда бір жақсы сәттіліктер болған болар. Сол сәттерге өзіңнің ризашылығыңды білдір. Енді қолыңды тізеңе, алақаныңды жоғары қаратып қойып, терең, жай демалуды жалғастыр. Ал қазір өз тәніңде қай жеріңнің емделіп жазылғанын қалайсың? Соны айт, және ол ағзаңның дәл қазір емделгенін сұра. Өзің неге сенесің, содан сұра. Бір Алладан, Тәңірден, жоғарғы бір күштен, кванттық әлемнен қай жеріңнің емделгенін қалайсың? Соны айтып сұра. Тәніңнің, эмоцияңның, ойларыңның, сезімдеріңнің, адамдармен қарым-қатынасыңның, кәсібіңнің оңалғанын бәрін дәл қазір сұра. Олар оңалады, олар орындалады. Ал енді сені емдейтін әппақ нұрмен демалғандай демал. Сенің барлық клеткаларыңа, қандарыңа, бұлшық еттеріңе, бүкіл ағзаңа, бүкіл денеңе, рухың мен жаныңа тарат. Олар емделеді. Барлық проблемаларыңның шешілгенін сұра. Жақын және басқа адамдармен қарым-қатынасыңның қалыпқа келгенін, не ішкі қайшылықтарыңның шешілгенін сұра. Өзіңнің қуатыңның, абыройыңның артқанын, жүрегіңде тыныштық пен махаббат жайлап, жаныңда жайлылық болғанын сұра. Өмірге құштарлығыңды арттырып, өмірдің әр сәтінен қуаныш алып, махаббатқа толы күндеріңнің көп болғанын сұра. Менің даналығымды, сабырлылығымды, еңбексүйгіштігімді, ақылымды, батылдығымды, мейірімділігімді арттыра көр деп сұра. Енді өз ішкі дүниеңнен жеңісті ізде. Тәніңнің емделіп, барлық проблемаларыңның дәл қазір шешіліп жатқанын сезін, ізде. Өзіңде елге қызмет істей баста. Осы қуатты қасындағы адамдарға, өзің жақсы көретін жандарға, отбасыңа, достарыңа, таныстарыңа, әріптестеріңе, клиенттеріңе, айналаңа, жер бетіндегі барлық адамзатқа тарат. Осы энергия сенен алапат күшпен тарайтын болсын. Махаббатқа толы қуат сенің бойыңнан жан жаққа тарап жатқанын сезін. Бойыңдағы алапат күшпен кез келген проблемаларды шеше алатын керемет қайраттың сенен тарап жатқанын сезін. Өзіңнің осы өмірдегі жоғарғы миссияңның, өмірдегі мұратыңның керемет екенін дәл қазір сезін. Сенің ойларың ол үлкен энергия, қуат көзі. Жүрегіңде толған қуат күш сені емдейтін, проблемаларыңды шешетін, сенің бойыңды күш-қуатқа толтырып, шексіз бақыт сыйлайтын күш. Осы күш-қуатың арқылы өзіңнің ішкі жан дүниеңе және барлық адамдарға нұр шашып, қуаныш пен бақыт сыйлауға тырыс. Енді аспаннан жап-жарық болып келген керемет бір қуат төбеңнен бастап денеңе тарап, бүкіл тәніңді
күш пен қуатқа толтыра бастайды. Рахаттана отырып, осыны дәл қазір сезін. Сенің алған тынысымен бірге кереметті энергия қуаты сенің тәніңді толықтай толтырып, бүкіл өне бойың арқылы сенің табаныңнан өтіп, жерге сіңіп бар жатқанын барлық жан тәніңмен сезін. Ол сенің тәніңдегі барлық ауру мен сырқатты, бүкіл проблемаларды түгелдей өзімен бірге жерге алып кеткенін сезін. Енді сол керемет энергия тазарып, жердің ортасынан қайта келе жатыр. Сенің табаның арқылы сенің тәніңе кіріп, бүкіл денеңді кереметтей алапат күш қуатпен толтырып жатқанын сезін. Ол сенің табаның арқылы кіріп, балтырыңды, жамбасыңды, ішіңді, кеудеңді, жүрегіңді, басыңды алапат күш қуатқа толтырып жатыр. Ол сенің тәніңді алапат күш қуатқа толтырып, барлық ауруларыңды, барлық проблемаларыңды алып, төбеңнен шығып, қайта космосқа кетті. Сенің бүкіл тәнің күш қуатқа, махаббатқа, алғысқа толы. Сенің тәнің толық барлық сырқаттан сауықты, бүкіл проблемалар бірге кетті. Осыны бүкіл тәніңмен, 70 триллион әрбір клеткаңмен дәл қазір сезін.
Ал енді келесі 2 минут бойы нені армандайсың? Өмірде не нәрсеге қол жеткізгің келеді? Солар жайлы ойла. Олардың әр қайсысы жайлы кезек ойла. Сені үлкен қобалжуға апаратын, жүрегіңді дүрсілдетіп, жан дүниеңді қозғайтын, сен қалайда қол жеткізгің келетін 3 үлкен мақсат жайлы ойла. Осы аптада, осы айда не биылғы жылы міндетті түрде орындайтын, қолың жеткізгің келетін, армандайтын 3 мақсатың жайлы ойлан. Олардың әр қайсысына терең бойлап кір. Олар дәл қазір орындалып жатқандай сезін. Оларға қол жеткіземін деп емес, қол жеткізгеніңді, олардың дәл қазір орындалып қойғанын көр, сезін. Сол үшін ризашылығыңды білдіріп, қуан, алғысыңды айт. Армандарың орындалған кездегі күш қуатыңды, ризашылығыңды, мейрамды, жеңісті дәл қазір сезін. Осы 3 мақсатыңның әр қайсысына терең сүңгіп, ойлап, олардың орындалып жатқанын, орындалып қойғанын дәл қазір бүкіл тәніңмен алдағы 2 минут бойы сезін. Осы мезеттен, осы сәттен ләззат ал. Алғыс сезімін бүкіл тәніңмен, әрбір клеткаңмен сезін. Әр мақсатыңды бөліп, кезек ойла. Қиялда, кәсібіңде, денсаулығыңда, адамдармен қарым-қатынаста, өміріңнің басқа да салаларында алға қандай мақсаттар қойып едің? Соларды нақты көр, орындалып жатқанына қуан, алғыс сезімін сезін. Алдын ала алғысыңды айт. Олар міндетті түрде орындалады. Олар орындалып та қойды. Осы сезімнен ләззат ал, нәтижесін сезін. Бойыңды билеген күш қуатты, қуанышты сезін. Әр жетістік үшін, әр жеңіс үшін бар тәніңмен қуана біл. Ал енді дәл қазір қандай сезімдесің? Бойыңда қандай сезімдер толып тұр? Мен сен үшін қуаныштымын. Бүгін күні бойы осы жасампаз сезімде болуына тілектеспін. Ертең бұл жаттығуды тағы да жасайтын боласың. Ал енді қашан дайын болғанда көзіңді аш. Бұл жаттығуды күн сайын, тіпті күніне бірнеше рет жазсаң да артық етпейді. Адамның миы ойлаған ойларын, сенген сенімдерін сыртта болып жатқан жағдайдан ажырата алмайды. Олар болды, рас, дәл қазір болып жатыр деп қабылдайды. Сол арқылы адамның тәнінде кереметтей биохимиялық процестер жүреді. Ғажап эмоцияға бөленеді. Күш қуаты өседі. Өзін жақсы сезінген адам жақсы нәтижеге жетеді. Ал жақсы нәтижеге жеткен адам өзін үнемі жақсы сезінеді. Сенің осы шеңберде үнемі жасампаз күйде болғаныңды қалаймын. Бұл жаттығуды кемінде 1000 рет жасаймын деп өзіңе және маған уәде бер. Мен сен үшін қуаныштымын. Байда бақуатты, ұзақ жасампаз өмір сүруіңе тілектеспін. Сені шексіз жақсы көретін Құрметпен Ахметбек Нұрсила.